Сәлем достар, бүгін біз егов сайтына балаларды қалай тіркейміз. Егер сіздің балаңыз өзіңіздің жеке кабинетіңізде көрінбесе, соны қалай тіркеу керек, сол жайында айтатын болам. Как ата-ана ретінде өзіңіздің ETSP-іңізбен кіресіз. Мына жерде таңдайсыз өзіңіздің ETSP-іңізді. Осы жерден таңдап, аутпен кіресіздер, парольдеріңізді енгізесіздер. Инструкция көрсететін болам сіздерге. Қазір қолымызды қоямыз, мына жерге галочка қоямыз, міне подписаться еттік. Міне біз егов сайтына толықтай кірдік. Мына жерде личный кабинет деген бар, соны басамыз. Міне сіздердің данныйларыңыздың барлығы шықты. Енді осы жерде сведения о дети деген бар, соны тауып аламыз. Соның үстін басатын болсаңыздар, жанында добавить деп тұрады. Қазір мен көрсететін болам. Міне добавить деген соны басасыздар. Мына жерге баланың иінін тересіздер. Иінін толықтай без ошибка теріп шығыңыздар. Сол кезде поиск іздеген уақытта сіздің балаңыздың толық аты жөні шығатын болады. Міне толық аты жөні шықты, добавить. Қалған балдарыңызды да осылай тіркеп алсаңыздар болады. Мен берген ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта жақсы контенттер шығаратын болам. Сіздерден қолдау, менен контент.